Сіздермен бірге дұрыс тарих арнасы. Бүгін мен сіздерге неліктен моңғолдар бізден қорқып, қазақтарды қауіп көретіндігі жайында айтатын боламын. Біздің ресми тарихта айтыла бермейтін көптеген маңызды мәліметтерді видео астында қалдырған менің телеграм каналыма өтіп көре аласыздар. Бұл жағдай 2014 жылдан басталды. Сол жылы Ресей Украинадан Қырымды тартып алды және Донецк пен Луганск облыстарының бір бөлігі Ресейдің ықпалымен бөлініп шықты. Бұған аталған аумақтарда орыстардың көп болуы осы жағдайды ұйымдастыруда жеңілдік берген болатын. Бұл жағдай Моңғолия халқына біршама әсерін тигізді. Әлеуметтік желілерде моңғолдар қазақтар біздің батысымызда да айтарлықтай адам санына ие, олардың туу көрсеткіші де жоғары. Қазақстан болашақта Ресей секілді Моңғолия қазақтарын пайдаланып, біздің батысымызды тартып алады немесе онда жаңа Қазақ Республикасын құрып алу мүмкін деп қауіптенді. Қазіргі уақытта қазақтар адам саны бойынша Моңғолияда екінші орында және 2022 жылғы дерек бойынша адам санына шаққандағы туу көрсеткіш жағынан қазақтар моңғолдармен салыстырғанда 30% жоғары болған. Бұл жағдай моңғолдарға ұнамады. Сонымен қатар моңғолдар қазақтар туыстары Түркиядан үлгі алуы мүмкін деп ойлана бастады. Себебі Түркияда кезінде Кипрдегі түріктерді пайдаланып, 1975 жылы әскери ықпалымен Кипрде Түрік Республикасын құрған болатын. Соңғы жылдары қазақтардың өз тарихын қолына алуы да моңғолдардың зәресін ұшырды. Себебі қазақ тарихшылары бұлтартпайтын анық деректер келтіру арқылы Шыңғыс ханның моңғол екендігін жоққа шығарып, қазақ болғандығын дәлелдеуге көшті. Бұл жағынан моңғол тарихшылары ғылыми сөз таластыра алмайтындығын түсініп, қиын жағдайға тап болды. Негізінен алғанда Қазақстанда ұлттық идеология және тарих өте нашар дамыған. Әркім күнкөріс қамымен оған аса бір бас ауыртпайды. Дегенмен Түркия, Ресей, Моңғолия секілді мемлекеттерде ұлттық идеология мен тарих саласы қоғам арасында аса жоғары маңызға ие. Олардың ұлттық мақтанышын жоққа шығаратын кез келген анық дәлел бүкіл халық деңгейінде үлкен трагедия болып саналады. Моңғолияның образы Шыңғыс ханның айналасында құрылған болатын. Енді елестетіп көріңіздер. Егер Шыңғыс ханның моңғол емес екендігі әлемдік деңгейде мойындалар болса, олар үшін жойқын соққы болады. Себебі әрбір моңғолдың егер Шыңғыс хан моңғол болмаса, біз кім болдық, қайдан келдік деген сұрақтар өзегін өртейді. Оларға Шыңғыс хан жоқ болса, оны алмастыратын өзге ірі тарихты ойлап табу өте қиынға соғады. Себебі Шыңғыс ханға дейін Моңғолия аумағында өмір сүрген Найман, Керей, Жалайыр, Қоңырат және олардан бұрын мекендеген Қыпшақ, Қимақ, Шығыс түрік қағанатының барлығы түркі іздерін қалдырды. Одан қалса түркі руына жазбалары ол аумақтан қандай да бір моңғол тарихын шығаруға мүмкіндік бермейді. Жығылғанға жұдырық болғандай, енді батыс елдерінің тарихшылары да КСР дәуірінде жазылған тарих қатты бұрмаланып өзгеріске ұшырағандығын анықтады. Сондықтан олар енді өз зерттеулерін бастап жатыр. Моңғол тарихы КСР қолдауымен жазылған болатын. Сол зерттеулерді батыс тарихшылары тарапынан күмәнға ұшырап жоққа шығарылуы әлбетте моңғолдарды тағы да уайымдата бастады. Сонымен қатар 2026 жылдың 21 сәуірінде Қазақстан мен Моңғолия Баян-Өлгей аумағында Қазақстан консулдығын ашу жайында келісімге келді. 2026 жылдың 19 мамырында Тоқаев қазақтар Алтын Орданың тікелей мұрагері екендігін жариялады. Бұл жайттарда кейбір моңғолдардың арасында Қазақстан бізге жұмсақ күш арқылы ықпалын арттырып жатыр және біздің тарихымызды өздеріне иеленіп жатыр деп халық арасында алаңдатушылық туғызды. Қорытындылап айтқанда, Моңғолия географиялық тұрғысынан қолайсыз орналасқан. Оны Моңғолия біздің ажырап кеткен бөлігіміз деп санайтын Қытай, кез келген көршісіне ойланбай шабуылдай салатын Ресей қоршап жатқандықтан, олар үнемі өздерін жайсыз сезініп көршілеріне күмәнмен қарайды. Қазақстанның өз тарихын зерттеп, Шыңғыс ханды қайтарып алуға тырысуы, Моңғолиядағы қазақ санының моңғолдарға қарағанда жылдам көбеюі осы қорқыныштарын одан сайын арттырады.